Сәлем достар, кел, қасқыр мен жеті лақ ертегісін тыңдайық. Ертеде бір ешкі жеті лағымен орманда тіршілік етіпті. Бірде ешкі орманға жиналыпты. Есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып оралғанда есікті қағып, лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әкелді деп ән саламын дейді. Осы кезде ешкі үйінің маңында қасқыр жемтік іздеп жортып жүрген. Ол лақтарды алдамақ болды. Қасқыр ешкінің кеткенін күтіп, лақтардың ешкімнің қарауынсыз қалған сәтін аңдыды. Қасқыр ісмер адамға келіп, жіңішке дауыспен ән салу үшін тамағын қағып беруін сұрады. Ісмер таң-тамаша болды. Бірақ тамағын қағып, оның дауысын жіңішкертті. Қасқыр ешкі үйіне жақындап келіп, есігін қақты. Сонан соң жіңішке, нәзік даусымен, лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әкелді деп әндетті. Лақтар байқамай есікті ашып қалады. Қасқырға да керегі сол еді. Ол үйге баса көктей, кимелей кірді де, лақтарды бірінен соң бірін қылқытып алды. Тек бір лақ қана тығылып үлгерген еді. Сұрқия қасқыр жетінші лақты ұзақ іздеді. Бірақ таба алмады. Ешкінің келетін уақыты болып қалған болатын. Сондықтан ол зыта жөнелді. Ешкі үйіне келсе, есік айқара ашық жатыр. Үй ішінде ешкім көрінбейді. Пеш ішінен бір лағын тауып алды. Ешкі басына түскен қайғыдан көз жасын көл қылып, зарлы үнімен зарлап жылады. Лақтарым, шынақтарым, көлге біткен құрақтарым, есікті ашып, қасқырға жем болдыңдар. Ешкі қасқырға келіп, сен бе менің лақтарымды жеп қойған деп сұрады. Қасқыр оған, сенің лақтарыңды жеген жоқпын деп жауап береді. Жемеген болсаң, дәлелде оны. Кел, екеуміз мына ордан секірейік. Егер сен менің лақтарымды жемесең, онда оңай секіріп кетесің, деді ешкі. Қампиған қарнымен ордан секіру қасқырға қиын түсетіні белгілі ғой. Амал қанша секірді. Бірақ өзін өзі ұстай алмай, орға шоқтардың үстіне құлап түседі. Қарны жарылып, одан құлан-таза лақтар орғып секіріп шығады да, аналарының қасына шүйіркелесіп жүгіріп барады. Сөйтіп, ешкі лақтармен бұрынғыдай ауыз бірліктері күшті, ынтымақта өмір сүріп жатады екен.